Ал баршаңыз қош келдіңіздер. Осы жарты сағаттық 45 минуттық эфирімізде ұбт тапсырып болған балалардың ата аналардың сұранысы негізінде грантқа апарар жол, енді не істейміз ағай деген сұрақтарға жауап ретінде осылай бір эфир өткізуді жөн көрдім. Мына жерден зумға кіре алмай жатқан көп ата ана бар екен, зум ашылмай жатыр, түсінбедім, видимо зумдар жоқ шығар. Мен на всякий оларға бір жақсылық жасайын. Так, бір минутқа кешірім өтінемін, мына жерде техника ақаулар. Зумға кіре алмай жатқандар да бар сияқты көрінеді мына жерде, сондықтан да оларға да бір пайдамыз тисін. Так, су болса, су бар ма? Тағы да қош келдіңіздер, баршаңызға қайырлы кеш. Зумда біз бастап жатырмыз сабағымызды, яғни талапкерлерге арналған 4 таңдау техникасы грантқа апарар жол. Маңызды мәселе осыған. Негізгі бүкіл біздің сабағымыз зум арқылы болады, көрсетеміз. Зумға кіре алмай қалған кейбір ата аналар бар екен, жазып жатыр маған жекеге, семей қалды ашылмай жатыр дегендей, оларға басқаша мүмкіндікті біз осылай көрсетейік. Ендеше дайын болсақ бастайық. Шынымен ұбт бітті, енді ары қарай осы ұбт бойынша не істей аламыз деген сұрақтар көп, соларға кішігірім эфир өткізейін, пайдалы болсын деген мақсатыммен. Жалпы мен есімім Омар Көшкінбайұлы, танымайтындар болса қош келдіңіздер арамызға. Өзім енді 15-20 жыл, 15-16 жыл болды осы білім саласындамын, жоғары оқу орнындамын. Өзім қаншама жыл қабылдау комиссиясын басқардым. Не деген сөз, яғни жалпы Қазақстандағы бүкіл университеттің ережесін жақсы білемін, қабылдауды жақсы білемін. Яғни мен үшін бұл өте изи, оңай жұмыс. Көп ата ана осы жерден қиналатынын білемін. Сондықтан да маған көп ата ана жазады қазір, соларды түсіндірейін. Сіз білетін бір грант, мен айтатын 14 түрлі грант бар. Гранттардың барлығын егжей-тегжейін айтамын сіздерге. Тіпті кейбір гранттардың көбісі хабары болмағандықтан грант қалып жатыр. Мына гранттардың барлығын сіздерге арнайы жабық группада да түсіндіріп жатырмын. Өзім балалармен жұмыс істегеннен кейін оларға мотивация беремін. Әрбір кездесуімде мен үшін келген қарындасым, інім, өз қызым, балам сияқты қараймын. Олардың тамырын ұстаймын, бағыт-бағдар беремін. Менікі тек қана 4 таңдау емес, менікі көбінесе өмірлік тұлға ретінде қалыптасуға көмектесу. Мен көп ата ана менен кеңес алғандар білетін шығар. 5-6 жыл бұрын кеңес алғандар қайтадан оралып келіп жатыр. Олар уже сарафанды радио. Өзім коучпын, баланың көбінесе қай бағытта жүретінін жақсы білемін. Ал енді жалпы 4 таңдау дегеніміз не? Жалпы оған дейін сіз нені білу керексіз? Экран көріп тұр ғой да мына жерде. Осының барлығын сіздерге бұйырса түсіндіретін боламын. Ең алдымен, мен чатты қарап отырмын ата аналар. Чатқа жазсаңыздар болады. 2 ұбт тапсырғандар бар ма? Бір аудиясын шығарайық, 2 ұбт. Әселия, Базарлаева Әселия. Екінші рет болып жатырсыз, ескертіп жатырмыз. Сызбаңыз деп ескерттік сізді. Давайте құрметтейік бір-бірімізді. Егер телефон балаңызда болса, алып тастаңыз балаңыздан. Бұл балаға берілетін бір эфир емес. Жақсы. Ендеше қанша балл алдыңыз? Таңдау пәнің және балыңыз жазыңызшы маған көрейін. Дұрысты аңғыл 113. Информат 83 грант бар, химбио грант бар, информат грант бар, геоаңғыл қарау керек. Информат сырым грант бар, химбио грант бар, химбио 79, тамаша, керемет. Химия 74, физмат 71, геомат 120, тіл әдебиет, қазақ тіл әдебиет. Окей, хорошо. Окей, тамаша. Біраз адам уже тапсырып қойған екен. Діжіті 111, 123, физмат 50, 125, 130. Окей, тамаша. 96, 103. Тамаша, керемет. Керемет, супер, тамаша. Байқаймын, жалпы бүгін эфирге қатысып отқандардың басым бөлігі уже тапсырып қойғандар екен. Өте керемет, жақсы. Ендеше, жалпы 4 таңдауға көмек керек дегендер бар ма? Ағай, мен вообще
өмірімізде бірінші рет ұбт тапсырып жатырмыз, үлкен баламыз, құжаттардан 4 таңдаудан бізге қиналып жатырмыз дегендер бар болса, бір көрейін. Окей, тамаша, күшті, жақсы. Супер, тамаша, керемет, жақсы, тамаша. Окей, тұңғышым, мен түсінемін, ата-аналар. Жалпы қазір тұңғышыңыз былай тұрсын, жаңағыдай білім саласында жүрген мектеп директорларының өзі, мен сізге айтайын ба, бұл салада кішкене қиналады. Неге? Себебі мынау өте щепетильный мәселе. Маған ең көп келетін мектеп ұстаздары, мектеп директорлары, мысалда, мен жақсы танимын, қазір білім саласы жүргеннен кейін қанша білім басқармаларын, мына щепетильный нәрсе өте көп. Мысалда, бас қатады. Енді былай дейін да, мен дәрігер емеспін, дұрыс па? Мен дәрігердің қаншалықты қиын екенін білем, сондықтан дәрігерге барып жүгінемін. Немесе мен машинам бір бұзылған кезде, электричество проблема шыққан кезде өзім жөндей алмаймын. Неге? Менің бұның маман емеспін. Қазір бір-екі нәрсе бүйтіп шұқылаған сияқты болуы мүмкін. Уақытым кетеді, энергиям кетеді, и плюс өзім шатастырып алуым мүмкін. Окей? Вот, айна Айжан ханым, вот басымыз қатады, бәріміз қатады, проблема жоқ. Мен де машинада басым қатады. Түсінбеймін себебі. Техниканы түсінбеймін, мысалы, барам, өзінің маманына мә деп тапсырамын, бітті, все. Миым тыныш. Реально, өткенде өзім біраз істеп көруге тырыстым. Құдай сақтасын. 2 күнім бір кетті, окей? Уақытым кетіп жатыр. Зачем? Нервым кетті. Базардан ана алып келем, болмайды. Мына алып келем, болмайды. Маманы шақырдым, жарым сағатта бітті барлығы. Мен зачем дедім, сонда бір кішкентай ақшаны өзім аяп, уақытымды, денсаулығымды құртып, да. Реально айтайын, миым тыныш. Бұдан кейін айтамын, ана бар ғой, шымшықты сойса да қасапшы сойсын мәселесі бар ғой. Мә, рахаттым, тапсыра саламын. Сондықтан да мына 4 таңдауға көріп отырмын, көп ата-аналар қиналып жатыр екен, барынша қолдау көрсетуге дайынбыз. Міне 4 таңдаудың алдында просто сізге былай айтайын, білу керек шарттар бар. Мұнаны білмесеңіз, өзіңіз жасау ихтималы өте қиын нюанстар бар. Қорқызбаймын, бірақ та өз жасайтындар жасай беріңіздер. Мен былай эфирді бекер өткізбеймін. Менің мақсатым ағартушылық, пайдалы болу. Былтыр қаншама ата-ана, талапкер, ағай, сіздің эфирлеріңізді көріп алып, біз өзіміз жасақ дегендер болды. Мен ризамын. Пайдалы болсам, I'm very, very happy. Шын айтайын, өмірде менен бақытты адам жоқ. Егер эфирлерін көріп, бір адам дұрыс бағыт таңдаса, бір адам өзінің 4 таңдау жасап грантқа түсіп кетсе, мен бақыттымын. Өйткені Алла тағала көріп тұр, дұрыс па? Біздің сөзімізбен, біздің бағыттауымызбен, егер сол бала бір жаққа түсіп кетсе, бізді танысын, танымасын, бізге алғыс айтсын, айтпасын, менің көмегім тиген болса, мен білем. Бір адамға Қытайда болса, кішкентай болса көмек етсек, ол маған 10 есе келеді. Маған 100 есе келеді. Ертеңгі күні ол бала шағамның денсаулығы, өзімнің жаңағыдай әртүрлі іс-шараларда нәтиже жетуім маған Алла тағала береді. Мен оны түсінемін. Сондықтан да барынша көмектесуге ешқандай қарсылығымыз жоқ. Назгүл ханым, ондай жасай істемейміз. Назгүл ханым, өшіреміз барлығын. Окей? Так, дальше жалғастырайық. Телефонды балаларға бермеңіздер, өтініш. Балалар сынып істеп жатыр. Мен бұны сіздерге мүмкіндігінше дұрыс болсын деп істеп жатырмын. Назгүл ханым, мен сізді группадан шығарып жіберемін қазір. Назгүл деген кім ол? Сіз бекер қазір эфирді бұзып жатсыздар қазір. Так, жалпы қысқаша айтып кетейін. 4 таңдаудың алдында сіздің білуіңіз керек, ең алдымен жалпы грант ұғымын түсіну керексіздер. Грант ол тегін дүние емес, ол ақша, мемлекет ақшасы. Одан бөлек белгілі деңгейде сіз наурыз, қаңтар наурыз емес, негізгі ұбытын тапсыру керексіздер. Одан бөлек тапсырдың жарайды, шекті бал алу керексіздер. Шекті бал 4-еу, бұл жерде 3-4 бар. Мемлекет бекіткен шекті бал, университет бекіткен шекті бал және конкурстық шекті бал. Осы 3-еуін орындау керексіздер. Одан бөлек квоталар бар. Квоталар сізге әлдеқайда көмекші, аталар. Мен сізге кеңес беремін. Мына квоталарды мүмкіндігінше жоққа шығармаңыз. 1% да болса көмектессе қолданыңыздар едім. Өйткені квотаның аты квота. Жақсы ма? 1% да болса. Осы квоталар арқылы мен білем, былтыр қаншама адам грантқа түсіп кетті. Квота дегеніміз ауылдық квота 35%, көп балалы отбасы квотасы 5%, толық емес отбасы, жетім, мүгедек бала тәрбие еткен отбасынан шыққан балалар, мысалда қандас, бұның барлық квота.
оның құжаттарын қараймыз, рәсімдейміз, барынша тексереміз, окей, көмектесеміз. Өйткені көп ата ана хабары жоқ, білмейді, сосын соңғы сәтте ары жүгіреді, бері жүгіреді. Ал біз жеке консультациямызда осының барлығын түсіндіреміз, бір тексереміз, қараймыз, окей, сенікі окей емес, сен мынаны ал, сен алма деген сияқты. Жақсы ма? Енді біз бұны білгеннен кейін барынша сізге көмектесуге ешқандай қарсылығымыз жоқ. Дальше, ары қарай, одан кейін қабылдау комиссиясы кезеңдері басталды. Өкінішке орай қазір тиктокта не түр адамдар жүр. Мен сізге айтайын, енді барлығын танымаймын да ғой, өкінішке орай. Өзіміздің сенімді бір профориентологтар бар, өзіміздің командаларымыз бар мысалда, одан бөлектерін мен сенбеймін. Себебі ол кеше ғана біреуі ана жаққа серпін бар, серпін жоқ деп жатыр да, мысалы. Серпін алып тастады мемлекет деп жатыр. Не болмаса өткенде тағы бір қыз Алматы қаласына серпін болуы мүмкін. Серпіннің өзінің бір жүйесі бар. Мемлекет қойған мысалда. Енді жап-жас қыздар, балалар ғой енді. Айтам, айналайын, егер білмесең кел үйретейін саған. Мына адамдардың миын шатастырмашы, айналайын. Солай бір өте көп керек емес ақпараттар жүр қазір тиктокта. И соны қарайды да аталар маған жаза береді, ағайын мынауың дұрыс па, бұрыс па. Әр біреуін бүйтіп қарап отырып мен уақытым жоқ, шын айтайын. Бірақ сенімді тұлғалардан ақпарат алыңыз дер едім. Яғни бір ашып қараңыз. Адам өмірінде инстаграмға кірмеген адам, тиктокқа кірмеген адам, соңғы 2 апта, білмеймін, сабақ алған ба, или жақтан көрген ба, толтырып тастаған, оның алдында история жоқ, мысалы да. Өміріңізде көрмеген шығар, тағы бірден болады ғой, жаңбырдан кейін жаңағыдай саңырауқұлақта фук шығады ғой, сол сияқты фук шығып жатыр қазір. Оның атына біреу түсінеді, біреу түсінбейді, мысалы да. Ақпарат бере алмайды, көбісі жаңағыдай айдалаға жібереді, баланы тыңдамайды, баланың қалауын, қабілетін ескермейді. Бұның бәрі үлкен проблема. Сондықтан да мына қабылдау комиссиясы кезеңдерінен маған жазып жатыр, ағай, бәрі айтады 20-сында басталды ғой, грантқа қашан барамыз? Айналайындар, грантқа бару ол 13 тамызда шілдеде басталады. 13 шілдеге дейін ешқандай грант конкурсы болмайды. Оған дейін сіз 4 таңдауды асықпай жасаңыз, университеттеріңізді қараңыз, тізімін ашыңыздар, плюс-минустан қараңыздар. Егер бізге келсеңіздер, біздің бәрімізге көмектесеміз. Сіздің орныңызға біраз мынаны плюсын, мынаны минусын айтып береміз. Егер осыны жасаңыз келмесе, пожалуйста, ешқандай қарсылығымыз жоқ. Мен просто бұл жерде сіздің орныңызға біз және біздің командамыз көмектесуге дайын екенін айтып жатырмын. Өзіңіз жасай аласыздар. Мен ешқандай қарсылығым жоқ. Ашасыз 123 университеттің қайсысы ұнайды, оның ішінде қай мамандық келеді, оның шекті балдар бар ма? Керек болса, мына министерство тестцентр сайтын ашып қарайсыз, қандай университет бар екенін бәрін тексересіз, окей? Оның керек болса кішкене рейтингіне мән бересіз, мысалы, оның барлығы көрсе болады. Ешқандай проблема жоқ. Өзіңіз істей аласыз. Ешқандай қарсылығым жоқ. Просто бір 1-2 апта уақытыңыз кетеді и кішкене миыңыз шаршайды. Одан кейін кішкене бір анализ жасап үйренсеңіз, мынау болады, мынау болмайды, мынау болмайды. Болды, қатты қиын нәрсе жоқ бұл жерде. Реально қиын нәрсе жоқ. Просто сенімсіздік болады. Бағана менің машина жөндеуге кеткен 2 күндік нервім, ақшам, мысалы да, ең істей алмадым, болды все. Даже былай айтайын кезде мамалар бар шығар арамызда. Негізі көп мама өзі дәрігер ғой, былай қарасаңыз да, баласын өзі емдей салады да былай. Бірақ ана бала 1-2 күн асқынып кетсе, или 1-2 күн жөтеле берсе, не болды, ата-ана паника бастаған. Вдруг мен дұрыс жасамадым. Бұны бір дәрігер көрсету керек еді. Дейсіз ғой да. Сондай мен өзімде болады, мысалы әйелім кейде мына баланы көрсетейікші, жарайды, апарып көрсетеміз. Керек болса частыға ақшасын төлейміз, мысалы да. Дәл сол бәрі жазып беруі мүмкін, немесе дозасын көтеруі мүмкін, бірақ миымыз тыныш болады. Шүкір дейміз да. Осы саланың профессорына бардық, осы саланың экспертіне бардық. Миымыз тыныш. Рахат ұйықтаймыз, шүкір. И сол сенім болғаннан кейін ба, бір миымыз тыныш, оф дейміз да, рахаттанамыз. Дәл солай, менің мына 4 таңдау бастап кеттік біз уже. Дауылмем оны. Бастап кеттік. И маған келгендердің 80% айтатын осы. Ағай дейді, ұйқым тыныш қой дейді да. Сол сияқты біз жалпы осыны ұсынамыз сіздерге. Ұйқыңыз тыныш болсын десеңіз, уайым қайғы болмасын десеңіз, біз көмектесейік, бірақ қазір мен айтамын, менде орын қалмады. Бірақ оған бір-екі күшті сізге бір орын ашқым келеді бүгін. Оны ең соңында айтамын. Жақсы ма? Яғни қабылдау комиссиясы кезеңдері қайдан келдім? Кезең 13 тамызда басталады. Яғни тиктоктағы ойбай, тест тапсыр, үйт-бүйт деген сенбей ақ қойыңыздар. Қазір тек қана ақылыға басталды. Ақылы құжат тапсыратындар кімдер? Олар қаңтар, наурыз тапсырып, белгілі шекті балл алып, окей? Немесе негізгі ұбт тапсырып, шекті балл алып, грант керек емес. Мен өзім ақшам оқи берем. Дейтіндер болса, пожалуйста, уақыт жоғалтпай барсын тапсырсын. Бұның өзі маңызды. Неге? Өйткені кейбір университеттер, мен сізге айтайын, кейбір университеттер ақылының өзі шектеу қойып тастады. Айтады, мысалы енді әсіресе Алматы, Астана университеттері, менің дейді капаситеті ғой, менің адам алатын белгілі дейді. Мен отырып да 1000 адам ала алмаймын. Мен 300 адам аламын дейді. Болды.
Грантқа 150 адам аламын, мысалы, ақылға 150 адам аламын. Кім келеді, соны аламын болды дейді да, алғаш келген. Зачем маған 1000 адам алып, ертең өзім аудиториям сыймайды. Былай айтайын, ата-аналар сіздің тіліңізбен үйге қонақ шақырасыз, максимум 20 адам сыяды. Сіз 40 адам шақыра алмайсыз ғой. Немесе шопыр ағаларымыз бар шығар, автобусы бар. 50 адам аламын дейді, болды. 51-ші адам маған зачем де керек емес, сыймайды маған. Сол сияқты университеттер сағыз емес, деп созыла береді. Оппа дейтін. Ақылның өзі шектеп алып қойып тастаған. Немесе сан қойып тастаған. Мен дейді 150 адам боламын, болды, алмаймын дейді. Сондықтан да мына нақ ақылға сөнбейтіндер болса, қазір әрекет жасаңыздар дер едім, окей? Ертең ренжімеңіздер. То есть былай ғой, университеттер сізді қабылдауға міндетті емес. Мен осыны айтайын. Ана жақта пункт бар. 600 приказ дейміз ғой, мемлекет бекіткен бұйрықта. Вуз имеет не принимать деген сөз бар. Яғни жоғары оқу орны сізді қаласа қабылдай алмайды. Қабылдауға құқығы бар. Иә, орын толды дей алады. Болды, менде орын толды, қабылдамаймын. Все, дей алады. Дұрыс па? Не болмаса айтылады, менің ешкімтіхан өтпедім, қабылдамаймын деуі мүмкін. Имеет право. Ешқандай сіз даже сотқа бере бер. Заранее әрекет жасау керек едім. Менен басқа 99 университет бар, соған бар дейді. Мен саған білім беру үшін бір ертерек қимылда менің тесттерімді тапсыр дейді. Имеет право. Так что давайте, қол қалай, әрекет жасаймыз. Яғни қазір ақылы кезең басталды, кейін уже не басталады, бұйырса грант конкурс онша басталады. Мен бұл жақта негізі бұл үлкен сабағымыз, құрметті ата-аналар, бұл сабақты біз арнайы жабық группаға жібердік. Бұл сабақтың өзі бір үлкен бір қанша бір 10 видеомыз бар. Сабақ ала алмайтын болсаңыздар, кейін жазсаңыз болады. Бұл сабақтарды мен ойды түсіндірдім. Қазір просто қысқаша көрсетіп кетейін. Одан кейін педтест мәселесі бар. Яғни педтест тапсырмасаңыз, ешқандай жоғары оқу орны сізді қабылдамайды. Окей, яғни педтестке тапсыратындар грант берілмейді. Қараңыз, өте маңызды. Бұл ереже. Яғни сіз 140 алсаңыз да, педтест бар болса, мамандардың ішінде сіз грантқа түсе алмайсыздар. Ары қарай, ішкі емтиханды айттым. Ішкі емтиханы болмаса, вуз имеет право қабылдамауға. Одан осының бәрін білгеннен кейін, грант, 14 грант бар дегеннен кейін барып сіз уже не істейсіздер? 4 таңдаудың практикасына көшсеңіз болады. Міне, осыларды барлығын біз егжей-тегжеймен жеке консультация айтамыз. Бәрін түсіндіреміз, окей? Қабылдау комиссия қыр-сырын бөлісеміз. Одан кейін осы жеке консультация әртүрлі болады бізде. Яғни өзім мысалы маған сұрап жатыр, жаңа жазып жатыр, көріп, ағай сізге жазылғым келеді, орын толды. Мен о басын айттым, қаңтардан бастап айтып жатырмын, әріптестер, ренжімеңіздер. Енді бұл салада 15 жылдан бері жүрмін ғой, мен ауадан бүгін түскен жоқпын ғой. 15 жылдан бері жүрмін. Қанша жылдан бері бұны уже қанша ата-ана мені біледі. Мен айттым, маусым, шілде айында маған орын болмайды. Заранее қимылдаңыз дедім. Дәл қазір апрель, майда уже менің орын толып қойды. Мен сізге айтайын. Болды. Мен тек қана қазір бір 20 орын өзімнің туған туысыма алып бөліп қойдым. Өзімнің директор таныстарымды бөліп қойдым. Оларға барынша қолдау көрсетемін. Қазір ғана 3 директор жазды. Қазір сіздің алдыңызда сізге келмес бір ағай срочно көмек керек. Директор 10-15 жылдан бері осы неде салада жүрген адам, бірақ щепетильный мәселе ғой. Қателесу қорқам ағай дейді. Өз балам дейді. Өзім оқып жатыр, бірақ ана бар ғой, сапожник без сапог. Яғни дәрігер өзінің несін емдей алмайды баласын, қорқады, дірілдейді ғой. Өте басқа дәрігер. Сол сияқты. Саған тапсырайыншы дейді, мысалы. Рахмет сеніп отқандарына, мен оларға жоқ дей алмаймын. Менің олар әріптестерім, достарым, менің әрбір сөзіме жоқ демейді, барлық қолдау көрсетеді. Мен де осындай кезде оларға жоқ демеймін. Барынша қолдау көрсетіп, оларға 20 орын алып қойдым. Но бағана мен қарап отырып, лично ағай сізге жазайықшы дейтіндер чатта қырылып жатыр. Неғып бізге орын жоқ деп. Былай айтайын сізге, мен былай айтайыншы, менде бір 2-3 пакет бар негізінде. Бір ғана кездесулерім бар. Кездесу жасап 4 ұстап беремін. И плюс қазір сондай бір көп ата-ана сұрады, ағай біз вообще қарап отырмыз да чатта мысалда. Өмірімізде бірінші рет баламыз тапсырып жатыр. Жалпы вообще түсінбейміз системаны. Не болмаса мына құжаттарды, жеңілдіктерді вообще түсініп жатқан жоқпыз. Окей? Соны деп мүмкін өзім көмектесуіміз жатыр. Біз бұған сопровождение дейміз. Сопровождение деген нәрсе тек қана бір 10 орын ашам, окей, қазір. Егер кімге қызық болса, білмеймін, кімде қайда отыр, Айжан ханым, сіз отырсыз, тұңғышым деп жатсыз, көріп отырмын мысалы. Мен мына бір телефон жазып қояйын, окей, чатқа жазып қояйын. Так, 8778. Тек қана сопровождение алам дегендер ғана жазсашы. Бұл тегін емес, ата-аналар. Келсе, сразу айтайын. Яғни сұрайды, ағай тегін ба? Зачем тегін? Тегін емес. Жаңа айттым ғой, тегін дүниені мен бөлісіп жатырмын. Бірақ егер сіздер осыны жоқ до конца мен осы нәрсені түсінбеймін, ағай өзіңіз көмектесіп дейтін болсаңыз, біз VIP команда ашамыз, бір 10 адам қабылдайын, болды. Тамыздың 25-інде барынша мен өзім лично командада боламын. Окей? Потому что былай да
мен түсінемін, сұрақ, мың түрлі сұрақ келеді. Мысалы, мен бір кезді айтуға тырысамын, бірақ кейбір адамдар шатасып кетеді, ұмытып кетеді, жазып алмайды мысалы да. Одан кейін мың қырық сұрақ бар, оны біз әрине группаға қосамыз, бірақ кейбір ағай сіз айтыңызшы дейді да. Шын айтайын, былай уақытым мен өте санаулы. Мен қазір кеше графигін көргендер бар шығар, 1-2 айым полный менің графигім. Сондықтан да сопровождение жаңағыдай 10 орын ашамын. Кімге қызық, тек қана былай жазыңызшы WhatsApp-қа. Қазір WhatsApp жазайын, қайда WhatsApp менің? Шықпай жатыр ғой, 8778 351 56 58 WhatsApp дейді, жақсы ма? Тек қана, пожалуйста, шынайы маған көмек керек дейтін, балам грантқа түсіп кетсін дейтін, таңдау пәніңіз жазыңыз, алған балыңыз жазыңыз, және қасына маған сопровождение керек деңізші. Болды, все, окей? Жақсы ма? Так, болды. Ары қарай сұрақтарыңызға жауап естейін. Енді мәселе бұл емес. Просто маған ата-ана жазып жатыр, біреу жатыр. Ағай осы ма дейді, осы емес. Қазір қараңыз. 8778 358 WhatsApp. Окей? Мен бұны пин жасап қояйын, қалай жасап қояды бұны неде? Ладно, что-то есемеді. Тек қана сопровождение дегендер жазсыншы. Мен бұйырса оларға VIP группа ашамын. Ал енді қалғандары ренжімеңіздер, мен толды, мен физически көрмеймін. Команда бар. Жақсы ма? Команданыкі, ол қоғамдағы стандарт баға ретінде, ол қолжетімді, ешқандай проблема жоқ, бағасын көбісі біледі. Команда істейді, мені сабақ алған, менің қасымдағы ең оң қолым, сол қолым, уже 10 жылдан бері бірге жүрген әріптестерім, менің айтатынымды айтады, барлығын көрсетеді, арнайы кейін группаға да қосады, сол общем группаның ішінде барымыз боламыз. Енді ол жаққа көбісі команда жауапты. Команда сізге 4 рұқсат береді, құжат бәрін түсіндіреді. Жақсы ма? Проблема жоқ. Егер менікіне үлгермесеңіз, немесе ағай сізге қымбаттау екен десеңіз, мен сапада түсінесіздер. Мен енді бұл жерде сізге отырып та болады ғой, жаңағыдай бір Adidas футболка бар. Шын айтайын, не жаңағы баролкадан бір футболка алсаңыз, мен сізге айтайын, 6 деген лақтырасыздар. Нешті өзім кішкене брендке мән беремін, сапаға мән беремін. Менің алған футболкаларым көбісі 5-6 жыл киіп жүр. Өйткені біреу айтады, ағай дейді, мына футболканы 10 жыл бұрын көрген едім дейді. Мен сапаға жақсы көремін да. Тау 2013-14 алған футболка әлі киіп жүрмін. Маған ұнайды, сапасы ұнайды, өзіме жақсы жарасымды, и жалпы денеге де не. Сондықтан да сапаның аты сапа. Менің бағам қымбат болуы мүмкін, бірақ атылар өзі білсін, мен қинамаймын. Егер жоқ, ағай сіздікі қымбаттау екен, қолжетімді істейтін болсаңыз, менің командам бар. Командам сізге 5 проблема көмектеседі. Уже алғандардың барлығын қарап отырмын, тексеріп отырмын. Кей кезде общий бір зумға кіреміз, жаңағыдай кері байланыс беріп отырамыз группаларда. Шүкір, кері байланыс өте керемет. Былтыр 98% командам грантқа түсірген екен. Барлығы менің шәкірттерім, сенімді адамдарым. Бірнеше қалада бар, көбінесе онлайн, бірақ офлайн керек десеңіз, бірнеше қалада бар. Жазсаңыздар, қай қала керек екенін, мен сізге сол қалада бағыттай аламын командама. Керек болса тоже жазыңыз. Осы WhatsApp-қа ағай командаңызбен сабақ алып келеді десеңіз де, пожалуйста, мен сізге барынша көмектесейін. Сопровождение керек дегендер, мен қайталап айтайын, 8778 351 56 58 деген WhatsApp-қа жазасыздар. Жақсы ма? Так, мен мына жақта жазылмай қойыпты ненің. Одан кейін сізге қазір сұрақ жауапқа көшпесе бұрын бірнеше кейс талдау бөлісем қазір. Проблемаларды бөлісем, чтобы осы проблемалар сізде болмасын деген үміттемін. Жақсы ма? Так, мына пісмей қалды. Ойбай. Так, мына қатып қалды что-то. Мен дауысым естіп отыр ма? Қатып қалған сияқтымын ба бір жерде? Интернетім нашар болып тұр ше. Так. Мен дауысым естіп тұр ма, әріптестер? Дауысым естіп тұр ма? Так. Камила, өшіреміз. Камала. 51 информация шанс бар ма? Иә, бар. Балжан. 82 ақпарат технология. Бар. Айжан ханым жауап береді қазір. Так, енді сұрақ жауап көшейік. Мені қараңыз, мына сабақтармен бөлісеңіздерге. Көріне ма сабақтарым? Мен просто мына жақта интернет нашар болып тұр, өз-өзіме көре алмай жатырмын, сондықтан кішкене проблема ренжімеңіздер. Мына жерде эфир көрініп тұр ма? Жалпы қараңызшы, кіріп қараңызшы. То есть 2 пакет бар, атыңлар. Маған жаза бастар ғой да. Или осының бәрін өзіңіз істейсіздер, проблема жоқ, барынша біз эфирлер жасаймыз. Или сопровождение, менің көмегім керек болса, пожалуйста, мен көмектесейін сіздерге. Бірақ көп адам алмайын дедім. Шын айтайын, өйткені уақытым жоқ.
өйткені мен толды бұрын алып қойған адамдарымды бір бітірейін уәде болмаса менің командам бар. Командам шүкір бүкіл біраз қалада командам бар, сол жаққа мен сіздерге жібере аламын, ешқандай проблема жоқ. Менің интернетім қатып қалған сияқты тағы да. Так, Ерасыл, бар грант. Не не проблема шығар менде. Ну ладно, хорошо, окей, жақсы жүрек болып кетті мынаның барлығы. Интернеттен ба неден түсінбедім. Так, енді қараңыз, сізге түсіндірейін, бір екі нәрсе түсіндірейін. Грантқа керек шекті балл осы, әріптестер. Окей? Министрлік бекіткен шекті балымыз белгілі 50, 60, 70, 75. Жақсы ма? Одан бөлек университеттер белгілеген шекті балымыз бар. Одан бөлек грантқа өту шекті балымыз бар. Одан бөлек ақылы оқушы шекті балымыз бар. Одан бөлек әр пән бойынша 3-5 балл шекті балымыз бар. Бұл не деген сөз? Былтыр есіңізде болар. Әлі бұны бөлісемін. 130 алған қарындасымыздың мат сауаттылығы 1 балл еді. Ешқандай жерге грантқа түсе алмады, ақылға түсе алмады. Біреулер жазады, ағай, ана университеттің сайтында 100 деп тұр ғой, сонда мен халықаралық қатынастарда 101 мен грантқа түсе аламын ба? Түсе алмайсың. Неге? Халықаралық қатынастарға грантқа шекті балл соңғы 3 жыл бойы шамамен 120 плюс болды. Егер ағылшын ДЖ болатын болса, квоталар болу шартымен басқа бағытта гранттар бар, қарастыру керек. Жақсы ма? Ағай, мен 129 алдым, СДО-ға түсе аламын ба? Түсе алмайсың екі шеттен. Неге? Университеттің белгілеген 130 деген балы бар. Ағай, мен 104 алдым, информат нархозға бара аламын ба? Бара алмайсың нархозға. Өйткені нархоз 105 деген шекті балл қойып тастады. Айтуыңыз мүмкін. Ағай, не сонда қиындалып кетті ғой, ана ғой, мына ғой. Университеттер сапаға мән береді. Сапаға мән бергендер айтады, ренжімеңіздер дейді. Мен сіздердің не жаңағыдай сапалы балағана алам дейді. Нормально. Енді байқасаңыздар, иә, тек қана команда. Команда мен болмаймын, менің әріптестерім болады. Менің командам болады. Бірақ мен сізге 99% гарантия берем, ең жақсы ақпаратты берем. Ағай, сіз өзіңіз керек. Ағай, мен өзім керек болсам, ренжімеңіз, мен робот емеспін. Мен де адаммын, мен де кейде демалу керекпін, дұрыс па? Мен де жаңағыдай отбасымен уақыт бөлу керекпін. Басқа да жұмыстарым бар, жобаларым бар. Иә, менің бағам қымбаттау. Енді сапаңа сапа. Мен сияқты ақпарат беретіндер бар болса, пожалуйста, бара беріңіздер. Былтырлар білетін шығар да, мен балаға 4 таңдауды 10-ақ жасап бере аламын. Бірақ қалған жарты сағат, 1 сағат бойы мен балаға тұлғалық дамуды үйретемін. Мен оған кәдімгідей өмірдің әрбір сатысын үйретемін. Менің мақсатым бұл жерде грант деген мен үшін оп-оңай. Мен 10-ақ жасап бере аламын сізге. Шын айтайын. Жаңа адам келді. Ағай, паника болып келді. 10 минутта орнына қойып бердім. Болды ма, болды. Не істейміз? Ары қарай отырдым, жарты сағат шай ішіп отырып, оған тұлғалық дамуды, өмірінің мәнін, ары қарай не істеу керек. Шыққан кезде ағай айтты, гранттан гөрі осы сөз маған керек болды дейді. Болды. Осы сөз менің өмірге деген шабытымды өзгертті. Кеше 134 балл келді. 134 деген примерно грант қой бұл. Стомдан басқа жаққа. Дұрыс па? Но не дейді? Ағай, просто сізбен отырып шай ішейінші дейді. Мысалы, сіздің маған мотивацияңыз керек. Сіздің ары қарай өмірлік маған тәжірибеңіз керек. Сондықтан да егер менің бір кеңесім керек болса, ол или 2 ай бұрын жүгіру керек едіңіз. 2 ай бұрын алғандар бақытсыздар. Мен сізге айтамын. Дәл қазір алатындар ренжімеңіздер. Окей? бір минутқа былай істейін. бір минутқа қазір мына жақта что-то не болып кетті да. Мына моментта менің дауысым естіліп тұр ма? Что-то кішкене не болып жатыр.
Енді қалай дауыс? Дауыс естіле ме енді? Дауыс естіле ме, әріптестер? Дауыс. Все, окей, супер. Что-то кішкене интернет қарамайды. Информат 79 грант бар сендерге. Серікжан, жаза бермеші. Грант тауып беремін, уайымдама. Жаңа біреу келіпті. Ағай, білмеймін, бәрі сені мақтап жатыр, грант тауып берші деп. Грант тауып отырмыз, көп жатсыздар ғой да. Егер бір жерге барса, біліңіз, ол жерде біріншіден сапа бар, екіншіден ол жердің жалпы грант мүмкіндігі көп. Окей? Геомат 103 грант бар. Смело. 113 діжіті англ грант бар. Сатпаев 82 информатқа ма? Көрейік, именно Сатпаевқа бар екен қарайық. Физма 71 грант бар. Бағана грант бар дегендер, давайте әрекет жасаңдаршы. Міне қарашы, мен сізге бір қызық көрсетейін. Қазір қараңызшы, балам, түсінбей жатсыздар да. Қайда мен просто бүкіл мынаны нені не істеп жатқан жоқпын, қайда? Бағана мен сізге не айттым? Вот, грант деген бұл ақша деген сөз. Грантқа түссеңіз 8 миллион теңге үнемдейсіз. Неужели бір кішкене ойлансаңдаршы, грант деген ол маңызды мәселе ғой шын мәнінде. Мемлекет сізге қаншама ақша төлейтін болып тұр да. Яғни кішкене адам, мен өз басым былай айтайын, ата-аналар, әріптестер, білім саласы мен медицина саласында мен аяғым келмейді. Ақшамды аямаймын. Сапалы жерден білім алғым келеді, сапалы жерден керек болса медициналық көмек алғым келеді. Не үшін? Өйткені мен өзіме керек нәрсе ғой. Реально айтайын. И менің ол білім мен денсаулық мәселесінде мен сізге айтайын. Қатып қалды ма? Білім мен денсаулық мәселесінде мен 1 жылдық емес, 5-10 жылдық, 20 жылдық мен өзім инвестиция қойып жатырмын ғой. Көрдіңіз ғой да? И маған ауадай қажет. Сондықтан да осы екеуіне немқұрайлы қарамаңыздар, пожалуйста, мен сізге кеңесім. Ең жақсы жерде балаларым оқығым келер еді, ең жақсы кеңес алғым келер еді, ең жақсы кітапты алып бермер еді, ең жақсы медициналық орталықта керек болса мен десем қызмет алғым келер еді. Жақсы ма? Нұрай, WhatsApp-қа жаза қойыңыздар. 8778 351 5658 деген номерлерді бердім. Менің инстаграмда дайректте бар шығар. Тек қана кому интересно, соларға жазсыншы, пожалуйста. Әшейін сұрай салайыншы. Әшейін сұрай салу болмайды. Неге? Мен сізді танымаймын. Жаңа біреу жазыпты. Тоже. Ағай, 71 балл грант бар ма? Таңдау пәнің не? Квотаң бар ма? Қай ауылдансың? Қай қаладансың? Қай универге барғың келеді? Қай мамандыққа барғың келеді? Сұрақ жоқ, жауап жоқ. Қараңызшы. Мен қалай білем? Сондықтан да жалпы мына сіздің айтқандарым бар ғой, жеке консультация мәселесі, окей? Ол жеке отырып сізбен сөйлесеміз. Сізбен отырып ақылдасамыз. Сізбен отырып кәдімгідей, давай, мынаны былай істеуге болады, мынау болмайды дейміз. Көрдіңіз ғой да? Мынаның барлық мәселе қазір қараңыз, 4 таңдауды қазір көрсетейін сізге. Мына квота гранттарын көріп тұрсыз ғой да? Квота гранттар, қандай тамаша гранттар бар мына жақта. Бұны бәрін білу керексіздер. Квоталарды сізден бәрін көрсетіп түсіндіремін. Одан кейін жалпы 4 гранттардың түрлерін бәрін айтып беремін сізге. Окей? Вот 4 таңдау техникасындағы ең басты мәселе осы мәселе ғой, қараңыз. Вот 4 таңдау техникасында армандаған университет, армандаған жоғары оқу орны мәселесі өте маңызды. Көбісі осы жерден қорқады. Маған былтыр қанша бала келді, білмеймін енді, 4 таңдау бар бала келеді ғой еще. Ағай көріп беріңізші дейді. Қараймын. Бірінші, екіншіге түсіп кету шансы 99%. Өзің қалайсың ба? Ағай қаламаймын дейді. Неге жаздым? Осындай профориентологқа барып едім, гарантия грант деп бірінші, екінші жазып берді. Бірінші, екінші жазбашы, оны 4-ке жазшы. Бірінші, екіншіге өзің қалайтын жазшы. Ағай, шансым жоқ шығар деп отырмын. Айналайын. Кім ол профориентолог деген қай эксперт сабақ жазып берді саған? Сен қалайтын қай жері? Алматы. Неге сен басқа қала жаздым? Қазір соған барып түсесің, кейін ауыса алмайсың. Сол жаққа барғың келе ме? Жоқ, барғым келмейді. Неге жаздым? Білмеймін, ағай. Айналайындар. Осы жерде, пожалуйста, сізден өтініш. Адам сияқты адамға барыңыздар, или өзіңіз жасаңыздар. Реально айтайын. Айтпесе қазір айдаладан жүресіздер. Жақсы ма? Мен айтайын дегенім, кей кезде енді барынша көмектесуге тырысып жатырмын, әріптестер. Бірақ былай не жоқ. Сұрай салайын. Сұрай салсам мен эфирде айтып жатырмын. Қазір нені чаттарыңызды қарап отырмын, бәрін жауап беремін, уайымдамаңыздар. Былай да чаттарда келеді ғой, жауап беремін ғой. Бірақ мен әлі сіздің квотаңызды білмеймін, сіздің қалауыңызды ескермеймін, білмеймін ғой. Ал жеке консультация қалай болады? Отырамыз. Ал, ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам, сәлеметсіз бе, амансың ба, айналайын, кел, қарағым, отыр дейміз. Біріншіден, ең бірінші сұрағым, сені тануға тырысамын. Сен кімсің? Қай жақта жүрдің? Отбасыңда қандай жағдай бар? Окей? Жалпы
отбасын таниды біріншіден, өйткені маңызды. ары қарай қайда барғың келеді, не үшін барғың келеді, қай мамандық, не істейсің оны, қараңыз, өте маңызды мәселелер бұның барлығы. Бұны көбісі түсінбейді. Вот мен даже мына жеке кездесуде көп баланың, шын айтайын ба, ол емес, ол мамандық емес екенін түсінемін ғой. Кеше бір қыз келді, қарап отырмын да, айналайын да, бұл сенікі емес қой деймін да. Былай қарады, былай қарады, былай қарады, ештеңе деген жоқ. Түсініп отырмын, қазір ата анасы бар. Жақсы дедім, кейін қаласаң жеке шыға ғой дедім. Ана қыз көзі мөлдіреп тұр, былайша көріп тұрмын, ешқандай қатысы жоқ мамандыққа барайын деп апарып жатыр мамасы. Айналайын, көзінен көріп тұрмын да, бұл сенікі емес. Мамасы шыдай алмады. Ағай деді, ол мен бағыттадым оны деді. Мен қызыңыздың көзінен көріп тұрмын да, потому что ана көз өтірік алдамайды. Тем более мен уже қанша жаңағыдай мыңдаған балаға кездескеннен кейін, шүкір да, яғни уже баланың әрбір әрекетінен, дауысынан, іс әрекетінен түсінемін, танимын. Жақсы ма? Сразу айттым, бұл бағыт сенікі емес, ренжіме. Сен грантқа түссең, ертеңін сен бұл бағытта оқымайтынын көріп тұрмын. Аға айтты, мен соны ата анама айта алмай жатыр едім. Мамасы түсініп сразу ренжімей шыға айтты. Мен шын айтайын, қазіргі баланы осылай қаладым, бірақ сіздің бір ауыз сөзің осы жерде мені өзгертіп жіберді. Ал деді, мен қазір шығып кетейін, өзің сөйлесіңші деді ғой. Ана қызға берсең мәз байқұс, қуанғаннан жылап жатыр ма, или өкінігінен жылап жатыр, білмей тұр, жылап жатыр. Ең соңында ағай рахмет деп біріншісін қалаған жаздық қой. 99 грамм қосып береді өзінің армандаған жеріне. Айтайын дегенім, кішігірім сондайға мән беріңдерші. Көбісі қазір эксперттер, о, давай грант деп жатыр, түсінемін. Бірақ қазір мен сізге былай айтайын, 60% адам сол грантпен жұмыс істегісі келмейді. Сондай көріп жатырмыз да қазір. Қатып қалдық па тағы да? Қараш, нормально. Сонымен, команда қалай сұрап жатсыз, команда қалай жұмыс істейді? Команда кәдімгідей мен сияқты жұмыс істейді. Менің шәкірттерім ғой, мені сабақ алғандар ғой барлығы. Командасымен отырады, онлайн, көбінесе Zoom арқылы. Офлайн сіздің қалаңызда бар. Көп қалада бар, Ақтауда бар, Талдықорғанда бар, Атырауда бар, Шымкентте бар, Қызылордада бар, Семейде бар, Алматыда көп. Көп Zoom арқылы, өйткені Zoom ыңғайлы, ары-бері шығу білесіз ғой да, қиын, пробкасы бар. Мен өзім көп офлайн қабылдағым келмейді. Сондықтан да мүмкіндігінше Zoom арқылы мен сіздерге байланыстыра аламын. Егер қаласаңыз, өзіміздің команда бар. Мен енді өзім командам бар, қазір айтпай бәрін өте күшті жасап беріп жатыр. Барлығына мен тексеріп жатырмын өзім, өте керемет. Бүгіннің өзінде қанша адам уже 4 таңда жасап, почти бар демала бер дейді. Әлі ұбыт тапсырып бітпегендер бар, түсінемін. Маған жазып жатыр, ағай 4 таңда бастадыңыз ба? Бастап кеттік біз. Өйткені бізде ереже бар белгілі, статистика бар белгілі. Зачем күтіп? 4 таңда жасап береміз, бар тыныштықтай бер дейміз. 13-14 тамызда барып тапсырасың, шілде барып тапсырасың, оған дейін демала бер. Яғни уайым қайғыны қой дейміз да. Мына TikTok өшір дейміз кейде. Ана тыныш қой, күшті дейді. Астана, қарап жатырмыз Астананы. Қазір Zoom арқылы көбісі, бірақ жақсы ма? Zoom болғаннан кейін былай видеоға шығасыз, сіздің балаңыз, қызыңыз болады, ата-ана болады, және менің экспертім командам болады. Қаласаңыз командаға алыңыз, мен сізге айтайын. Қинамаймын бірақ, жақсы ма? Просто менде уже адам толды, мен соңында айтқам, айналайындар, ренжімеңіздер. Біреу жазып жаңа чатта қарап отырмын, сол жүрдік, екінші жұпыты қашан бітеді деп ағайдың ұсынысын білем дейді да жаңағыдай. Мен сол кезде қабылдағым келіп еді, қабылдай алмадым. Алғандар бар екен, қарап отырып, ура, біз алып үлгердік дейді. Молодец, құтты болсын. Сол кезде минимальный суммамен алғандар алды. Қазір ренжімеңіздер, уже менде орын қалмады, тек қана 10 VIP орын дедім. Окей, 10 VIP орын. Давай былай істейік. 5 орын, бір рет кездесулік орын болсын. Окей? Біз оған атын не деп қояйық? Омарбек ағаймен жеке консультация дейікші. Солай жасаңыз. Окей? 5 адамға қазір командам сізге жауап береді. 15 адам болып кетті ме? Ё-майо. 15 адам аштық па? 15 адам ашып қойдық па? Окей. Иә, Айзада маған емес, неге жазыңызшы? Не жаңағыдай? WhatsApp-қа жаза қойыңдар. Окей, WhatsApp-қа. Ал сұрақтарыңызға ашайық, көшейік енді. Кеттік. Жеке-жеке сұрақтарға жауап беремін. Бүкіл сұрақтарыңызда мен ашықпын. Қатып қалған жоқ па тағы да? Нормально? Окей. Так, былай істейік. 1 секундта 10 сұрақ келіп жатыр. 1 секунд 10 сұрақ келіп жатыр. Мен көзім көріп үлгерген қарап отырмын. Окей. Информат 105-ке не дейсіздер? Информат 105-ке не деймін? Өте жақсы бал деймін. Бірақ өкінішке орай КБТ-ға езуге шанс жоқ деймін. 105 нархоздан бастайсыздар. Ары қарай нархоз, МУИТ, ILT, Астана IT,
әуе сияқты университеттерге кеңес берер едім деймін. Жақсы ма? Одан бөлек инфоматқа қазір көп тағы да бір екі мамандық қосылды, оған да шансыңыз бар, но былтыр минимальный проходной балл өкінішке орай IT мамандығында 110 болды. Биыл тағы да 110-дан төменге түспейді. Мен сізге айтайын, ауылдық квотаңыз болса шанс бар, ауылдық квота болмаса өкінішке орай 105-тің өзі қиын. Оның орнына сізге не кеңес берер едім? Ақпараттық қауіпсіздік кеңес берер едім. Окей? Так, химбио медицина бола ма? Қанша балл? 91. Шын айтайын, 91-ге өте қиын, бірақ егер квотаңыз болса, why not? Әртүрлі квота болса, қарастыруға болады. Жалпылама химбиоға, медицинаға, Асфендияров пен Муаға өкінішке орай өте жоғары балл, яғни 120-дан төмен түспейді. Ауылдық квотаның өзі 110. Ал Карму, олар жалпы конкурста, оларға шамамен бір 110-ның айналасы. Ауылдық квота қанша дей? 100 шамасында ма ауылдық квота? Яғни 90-ға түспейді ау. Квота болса қарастыру керек. Окей? Қандас несі болады? Қандастарға 4% бөлек квота бөлінген. Оларда білесіз қойда 3 қана пән тапсырады. 3 пән арқылы олар көп жерге түсе алады негізінде. Олардың жарысы бөлек болады. Жақсы ма? Олар бөлек бір неде ауруда жарысады. Ол мәселе осы аштыңыз істейді. Қараңғы отырыңыз бағаннан бері. Эконом. Жоқ, ол керек емес, көзге не істейді. Так, дальше. 105 балл химбио мұғалім. Ой, айналайын, химбио таңдап мұғалім болам. Бүгін бір қызық болды. 120 балл алған қыз келіп былай деді ғой. Ағай, маған медик керек емес, тек мұғалім болам деді ғой. Бір қуанғанымдай. 120 химбио мұғалім деді ғой. Осындай жоғары балмен мұғалім болам дейтін көріңіздер, қуанамшы. Неге білесіз ба? Бұйырса, алдымызда қалайсан болады, 10 жылдан кейін бізді жалпы білім саласында өте күшті кадрды мен көріп отырмын. Мен қуанып отырмын. Шүкір, елімізде білім саласы өте күшті дамыды қазір. Мен сізге айтайын, матпед, физпед, ағылшын, екі шет тілі, химия, биология, бұлар топчик қазір. Реально топчик. Өте жақсы. Қуанып отырмын. 52 физматқа грант бар ма? 52 физматқа грант бар. Кеше ғана пост салдым ол туралы. Қаншама гранттарын көрсеттім. Университеттердің саны аз емес. Ағай, арқалық не істейсіз? Арқалық не деймін? Кеше барып қайттым арқалықта. 75 балдан жоғары грант өте көп. Егер мұғалімдік болсаңыз, әсіресе мына серпін, пет квоталар бар ғой, арқалыққа барыңыз дер едім. Грант керек болса, 75 пен грант көп. Окей? Қазақ тілі әдебиетке грант бармақ. Балыңызды айтсаңыз, мен қайдан білейін. Қазақ тілі әдебиет соңғы жылдары 100 қанша болды? 115-тен жоғары болды, қателеспеймін. Ауылдық квотаның өзі 110-нан жоғары, қателеспеймін, сондай. Психология мамандығында грант бар ма? Психологияға 90 шамасында болды. Окей? Мен шекті балдарды телеграм каналға жіберем. Былтырғы бүкіл шекті балдарды телеграм каналға жіберем, бұйырса, бір қарап шығыңыздар. Ағай, эдусер қатып қалды ғой дейді. Енді эдусер жаңартылған болса қатады кейде, нормальный нәрсе. Енді онда программистер бар, жасап жатыр мысалда. Шекті балды жақтан көре аласыздар, проблема жоқ. Қатып қалса, күтіңіздер, ертең ашылуы мүмкін. 119 балл дұрышты аңғыл шанс бар ма? Көп балалы ауылдық. Шанс бар. Бар, смело. 100 балл Асфендияров Муаға шанс бар ма? Шанс жоқ. Медика шанс жоқ. Фарида, кереметсіз, өнеріңіз мықты. Так, психологияға 101 шанс бар ма? Психология 101-ге шанс бар. Физмат мұғалімдікке 125. Рискованды бірақ бар. Физмат 125-ке мұғалімдікке шанс былтыр 20 еді, биыл біз бұны 128 күтіп отырмыз. Реально айтайын. Фарида, телефонды баланы қолдан аламыз. Қыса бермесін экранды. Бұл ақпарат балаларға емес, атылар, сіздерге немесе талапкерлерге арналған. Кішкентай балалардың телефон бермеңіздер. Мен жалпы зумда отырғандарға айтып жатқаным.
нені көріп отырмын, экранды көріп отырмын. Так, дальше педиатр. Педиатрдың өзіне 101 болу мүмкін ба, квота болса болуы мүмкін. Былай ғой, әріптестер, сіз мына жазасыз ғой. Маған былай кеше былай болды, мен кеше бөлістім ғой, 102 балл ағылшын дыбысты грант. Я 102 баллға ағылшын дыбыстыға грант жоқтың қасы ғой, бірақ онда квота бар. Квота роль играет кей кезде. Шын айтайын, роль играет. И че, мен сізге бір грант емес, 14 грант деп айтамын ғой, осыған роль играет. Кішкене байқасаңдаршы, мен тек қана мемлекеттік грант айтқан жоқпын. Кейін фонд гранты бар, әкімдік грант бар, мекеме гранты бар. Дәл сол кезде мекеме грант айтқан кезде қыз да ақылды ғой. Аға айтты, негізі мен сізді сынауға келдім дейді. Қыз да өте ақылды, айтпай. Не болды сен? Осы мекеме грант айтасыз, айтпасыз, күттім дейді да. Не болды сен? Былтыр 82 баллмен мекеме грант өтіп келген бір подружкам бар дейді да. Значит, мен де сол сияқты X университетке барғым келеді. Бара ғой дедім. Именно саған шанс бар деді. Ана қыздың қуанғанын көрсеңіз, просто сіздің аузыңыздан естігіміз келді. Өзіміз айтпайсыз, айтасыз ба деп едік. Иә, сіз уәдеңізді тұрдыңыз, 14 грантты бәрін айттыңыз. Айтамын ғой, менің міндетім ол дейді да. Мен білетін нәрсені айтпасам, басқа не айтамын? Мен сізге де отырып, жаңағыдай мал туралы или там жаңағыдай машина туралы айтпаймын ғой. Білім саласы болғаннан осы туралы айтамын. Білгенім бәрі осы мен. Басқа нәрсе білмеймін. Гранттар туралы білемін, педквотаны білемін, ұбт білемін, университетті білемін. Болды, мен білетін салам осы дейді да, болды. Мен отырып сізге текстильдің сапасын айта алмаймын ғой. Мен сатушы емеспін жаңағыдай сіздерге отырып та шаш алып бере алмаймын сіздерге. Өзімнің саламды алып айтып бере аламын, проблема жоқ. Любой адам келе қойсын. Директор келсін, білім басқармасы келсін, любой сұрағына жауап бере аламын. Мен білім саласына қатысты осы университет грант саласына қатысты. Тіпті көп біздің приемный комиссия хатшылары мен оларға кеңес беріп жатырмын қазір. Неге? Өйткені менде практика көп қой. Көп оқиғалар бар да. Өзім чаттарымыз бар, әріптестеріміз бар, бірге білмейтін сұрағым, мен де білмейтін сұрағым болуы мүмкін, мен де бүкіл сұрақ білемін деп айтпаймын, Құдай сақтасын, но әріптестер сұраймын, әріптестер мынандай проблема бар, қалай істейміз деген сияқты. Шүкір, бір-бірімізге осылай не істейміз, көмектесіп жатырмыз. Так, сонымен кімде басқа сұрақ бар? Командаға жазсақ орын бар ма? Айтпақшы, командаға бүгін қанша орын бар? 25? 25 орын бар командаға. Потому что командамда ол да адам ғой, окей, ол да адам. Оларда енді көп несі жоқ. Просто ана бағана 878 351 56 58 WhatsApp бар ғой. Соған ағай командаңызбен не жаңағыдай командаңызбен жеке консультация боламын десеңіз, бізде не істейді, сізге бұйырса әдемілеп түсіндіріп береді. 351 56 58 WhatsApp. Бұл менің ресми WhatsApp-ым. Осыған келіп, әріптестер, менің менеджерім айтып отыр, осыған келіп айдата келіп отыр. Сіз жаңа не жаңағыдай мошенник емессіз ба деп. Тағы жазбай қойыңдаршы. Мен егер бұл нөмірді мен сізге берген болсам, біліңіз, бұл нөмір артынан мен тұрмын. Значит, менің командама сенемін. Мен сізге кеше шыққан бала емеспін. TikTokта бүгін шыққан бала емеспін. Егер мен осы жаққа шыққан болсам, Instagram мен TikTok көрген болсаңыз, осы нөмір айтқан болсам, мен артынан тұрамын, уәдемді тұрамын. Окей? Сондықтан да менің менеджерлеріме сен мошенник емессің ба, түріңді көрсе дайындайын демей-ақ қойыңыз. Ондай дейтін болсам, вообще келмей-ақ қойыңыздар. Ондай адамдар бар екен. Я түстен қорықпадсыз, бірақ мен сізге номер берген болсам, значит, сеніңіз маған. Окей? Мен өзімнің ипімді беріп жатқан жаққа, өзімнің түрімді қойып жатырмын. Бір нәрсе болса маған хабарласың деп жатырмын да. Пожалуйста. Ондай қыздар маған келеді, ұрсасыздар қыздарға, мысалы да. Қыздар ол менеджерлер ғой жандарым ау. Сіздің де қызыңыз болуы мүмкін бұл жерде. Жақсы ма? Осылай бір 15-20 адам жұмыс істеп жатыр бұл жерде. Сондықтан да менің қыздарым ұрыспаңдар. Жақсы ма? 56 58 ол менің доверенный номерім. Хабарыңыз болсын. Окей? Так, мен экранды өшірейін, потому что былай істейік. Енді сіздің түріңізді көрейін. Ал кеттік. Так, ал енді сұрақтарына жауап берейік атыңдар. Тағы да микрофон қосқыңыз келетіндер бар ма? Так, военный кафедра қай университет бар? Әріптестер, жалпы военный кафедра, иә, жігіттер қазір көріп жатырмын, TikTokта, Instagram не бар ғой жаңағыдай, нудың балдарын алып кетіп жатыр деген сияқты мысалда. Военный кафедра мәселесі көп универде бар, бірақ олар шарттары бар. Бір, бала дайын болу керек, физически дайын болу керек. Бұл біріншіден, жақсы ма? Екіншіден, ақшалы, ақылы, тегін емес, окей? Үшіншіден, көп университет бар, бірақ белгілі емтиханнан кейін ғана қабылдайды, хабарыңыз болсын, окей? Сол кезде ғана қабылдайды. Әйтпесе қабылдамайды. Хабарыңыз болсын. Окей? Оны мен айтпаймын. Оны сөзді қарайсыздар. Әр университеттің несіне кіресіз, не жаңағыдай. Не деді? Ой, бұл. Сайтына кіресіз, кішкене әрекет жасаңдаршы. Ана бар ғой, аттестат алған кезде. Үлкен өмірге қадам басыңдар, құтты болсын. Вот, құтты болсын үлкен өмірге. Енді үлкен өмірде әрекет жасаймыз. Әрекетке берекет бар. Сұраңыз өзіңіз. Бүкіл нәрсе мен айта алмаймын сізге.
педквота қай жаққа бөлінеді? Педквота дегеніміз Алматы, Астана емес, Талдықорғаннан бастап бүкіл Шымкент, Семей, Өскемен, Талдықорған, Арқалық, Атырау, Ақтау барлығына педквота бар. Қай жаққа? Мұғалімдік бағытқа. Серпін дегеніміз Алматы облысы, Жамбыл облысы, Түркістан облысы, Қызылорда және Жетісу облысы. Осы облыс түлектері ауылдық квотасы бар балалар, егер солтүстік таңдаса, яғни Семей, Өскемен, Арқалық, Петропавл таңдаса, автоматты түрде серпін болады. Қаншама грант бар. Дальше. Я отработка сол жерде бар, болады отработка. Ағай, 4 таңдау көмек бере аласыз ба? Айттым жаңа. Менің бүгін 10 ғана орын сопровождение ашам дедім. Өйткені көп ата ана бар, құжат мәселесінде қиналып жатыр, түсінемін. Немесе жаңадай өмірінде бірінші рет қой, енді баласы алғаш үлкен, даже тіпті қай универ не бар екен білмейді. Енді ол бизнесі бар адам, дұрыс па? Немесе ол жұмысы бар адам, басқа қатырғысы келмейді. Ағай, мен сізге тапсырайын, осы бала көмектесіңізші. Сопровождение ол өзім және команда, бір VIP команда отырамыз. Бір 20 адам, 10 адам, 10 адам алам дедім. Өйткені біз бұны баста бастағанбыз. Мен бұны январда бері айтып келе жатырмын. Январда бері ақылды ата ана, мен уже жұмыс істеп жатырмын. Сұрақтан жауап беремін. Еркін. Ешкімнен сұрамай, доверенное лицо келеді. Ағай, мынау дұрыс па дейді? Дұрыс дейді. Ағай, мынау бұрыс па? Бұрыс. Ағай, мынау барсам бола ма? Барма, керек емес. Жақсы емес университет деймін. Реально айтайын. Ағай, мынау қалай университет? Мынау университет четкий университет деймін. Мамандық бойынша. Ағай, мынау бойынша қандай тіл үйренейін? Мынау бойынша мына тілді үйреніңіздер. Вот, менің сопровождением осы. Бәрінде баланы қолынан ұстап, жетектеп жатырмын. Кәдімгі жетектеп жатырмын да, былай деп. Бұл сопровождение. Қазір осы августтың 25-іне дейін, 2 айымыз бар ма? 2 ай бойы қасыңызда боламын. 2 ай бойы. Бүкіл 14 гранттың бәрін айтамын. Былтыр есіңізде ма? Көп айтушы едім ғой. Аударма ісіне 76 балдан грант тауып бердім деп. Соны көп адам жазады, ағай қалай тауып бердің да? Енді ол менің эксперттігім. Оның жағдайына қарадым, окей? Оның жаңағы бүкіл құжаттарын алып тексердім. Қай жақ келетінін отырып анализ жасадым. Менің уақытым кетті ғой. Пожалуйста, 76 балмен аудармасы грант тауып бердім. Геоматқа әлі есімде. Ой, жоқ, мен вообще грантқа салмаймын деген адамға 56 мен грант тауып бердім. Окей? Я мәселе мен қалтамды шығарып беріп жатқан жоқпын. Просто анализ жасап отырамын. Мына жақта грант бар, ата ана білмеуі мүмкін. Өйткені 120 университет бар бұл жерде мысалда. Мынада грант бар, мынада грант жоқ, мынадан шансың бар, мынадан шансың жоқ, бәрін көрсетемін, түсіндіремін. Жеке консалтацияның мағынасы осы. Жеке сөйлесеміз. Ешкімді қабылдамаймыз. Сопровождение осы. Сізбен сөйлесеміз, окей? 10 ақ орын қабылдаймын деді, басқа орын қабылдамаймын. Одан бөлек 5 ақ орын, бір рет кездесу бар, бір ретті. Яғни келесіз 13 тамыз шілдеге дейін 4 таңдау жасап беремін сіздерге. Қолыңызға барлығын реттеп құжаттарыңызды беремін. Ары қарай өзіңіз приемный комиссияға барып бәрін тапсырасыздар, 25 тамызға дейін өзіңіз жүгіресіздер. Окей? Ол жерде мен бір рет кездесулер бар. Бір рет кездесуге қаласаңыз 5 орын, жаңа айттым да қыздарға, иә. 5 орын ашыңдар дедім. Омарбек ағаймен жеке консультация деп жазыңыздар, болды, басқа ештеңе жазбай ақ қойыңыздар. И таңдау пәніңіз және алған балын жазыңыздар. Кім алғаш жазады, соларға 5 орын аштық дедім. Жақсы ма? Қалған бәрі командаға. Командаға бұл қаншадан бар? 25 орын бар ма? Иә, 25 орын бар. Өйткені командамда енді шектеулі ғой, жандарым, ол қатты бір не жоқ. Басқаларда бар, офлайн қымбаттау болады, ренжімеңіздер офлайнға. Өйткені ол уақыт кетеді, шын мәнінде. Лучше онлайн алыңыздар, ол арзан болады онлайнға. Онлайн команда қанша? Онлайн команда 30 мың, әріптестер. 30 мың. Иә, 30 мың. Былай қарасаңыз 8 миллион теңге 30 мың қанша болады? 0,01% қой. Зато миыңыз тыныш болады. Бағана мен машина жөндей алмай қиналғаным, шын мәнінде. И так сол ақша кетті, мен 40 мың теңге кетті. Лучше оны о бастан барып мастерге бергенде миым тыныш болатын еді.
Так, былай істейік. Менің жеке консультациям 2 орын қалды. Окей. Сопровождение 2 орын қалды. Болды. Командаға уже 10 орын қалыпты командаға. Үлгеріңіздер. Так, 117 информат бар ма? Информат 117, конечно бар. Бірақ жақсы өнер таңдап беру керек бұл жерде. Окей? Әріптестер, менің сопровождениеме 2 орын қалды. Жеке консультациям 2 орын қалды. Болды, 4 орын қалды. Болды. Командаға уже 10 орын қалды. Все. Ренжімеңіздер. Яғни мәселе былай да, аға, мен де адамбыз ғой, біз де адамбыз, командамыз адам, ертең күні не істеп қалуы мүмкін, үлгермей қалуы мүмкін. Келгендері бір сап берейік, болды. Сонымен не істейміз? Иә, менімен жеке консультация деген жазасыздар неге WhatsApp-қа, Омарбек ағамен жеке консультация. Отырамыз, өсек айтамыз, шай ішеміз, 4 ұстап береміз, уайымдамаңыздар. Жақсы ма? Бүкіл универдің шасын айтып беремін. Окей? Сопровождение дегенім бір кездесу емес. Сопровождение бәлкім 5, 6, 10 кездесу бір құдай береді. До конца. Сұрағың болады, звондай бересіз ол жерде. Бос болсам звондай бересіздер, жауап бере беремін. Сопровождение менің личный номерім сізде болады деген сөз ғой. Түсіндіңіз ғой да? Бір группада отырамыз деген сөз. Сопровождение 2 орын қалды дедім. Жеке консультацияға 2 орын қалды. Командаға 10 орын қалды дедім. Болды. Команда 30 мың теңге. Команда 30 мың теңге. Үлгеріңіздер. 10 орыннан кейін өкінішке орай біз бүгінге жабамыз, потому что бүгін келгендерді біз отырып 4 таңдауын жасап, кәдімгі бағыттау керекпіз. Бүкіл грант анализ жасаймыз. Бүгін команда бір отырады да бәрін істейді соны. Өшіп қалды, қайда өшіп қалды түсінбедім. Психологияға 98 бар ма? Күшті шанс бар. 108 матста күшті шанс бар. Физмат 67 бар. Окей. Ағай, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Так. Бір қарап атырмын бүкіл мүмкіндігінше смс-терді қарауға тырысып атырмын. Окей. 125 балл СДУ физмат. Сәл рискованный. Кеттің ба? Давай, жолың болсын, аман бол. Давай, хорошо бар. Аман есен бар. Все. Давай, байқа. Ағай, ассаламалейкум, информация 89 алдым. Бірінші бұдан, екіншісі ертең барам, өздеріңіз сөйлестім, астан түсем деді. Менде ауылдық квота бар, 6 билік шанс бар ма? Нұрислам, шанс бар. Ертең астан сәттілік. Жақсы бір бал алуға тілектеспін. Қазірген 89-90 алған болсаң, 100-ді асыра аласың. 100-ден асырсаң, біраз шансың бар. Рус литература. У нас есть шанс. Хороший шанс у вас есть. Басақима жауап бермедім. 109 геомат. Белгілі мамандарға шанс бар. Ағай, 76 балл алып қалдым. Қай жаққа? Ауыл квотасы көп балалы бар, Қарағандыға шансым бар ма? Енді Рауан, саған қалай жауап берейін? Не таңдау пәнің жоқ? Дұрыстап жазыңдаршы. Дұрыстап жазыңдар. Мынау қатып қалды тағы да бар ғой. Инстаграм істеп тұр ма? Өшіп қалды, қойшы. Инстаграм өшірдім. Тек қана зумда отырайыншы. Болды, жетіп маған зум. Көп сұрақ келіп отыр зумда. 122 балл медицинаға шанс бар ма? Бар. 118 езді екшеттілігі. 130 балл ғой езді екшеттілігі. Ездумай Ниязба. Екеуі де күшті. Біреу Қаскеле, біреу городской. Астана, Алматы. Өзің біл, Астана салқындау, Алматы дірілдейді. ILT кеңес бересіз ба? Енді сол үшін барып түсірдім ғой, пост салдым ғой. ILT жақсы ма? Жақсы, иә. Неге университеттер ағылшынша? Енді ағылшынша көп емес қой жаным, ағылшыншалар. Нархоз ағылшынша, СДУ, КБТУ, Астана IT, басқа қайсы бар? 5-6 университет ағылшынша ғой. Енді қалғандары 120 универ бар ғой, пожалуйста, қазір оқып оқи бер. Енді нархоз, конечно, иә, ағылшын нархоз. Ағылшынша, зато сапа бар. Стоит ли нархоз? Стоит нархоз. Даже кеңес беремін, күшті стоит.
Ағай 118 балл. 22 балл. Әдебиет. Әдебиет 119 балл шамасында. 122 балл СДО-ға бола ма? Физматқа шанс жоқ. Математика пәтке болмайды. 125 балл бұл жерде. Так. Не деп жатыр қазір? Екіге. Ағай, ассалаумағалейкум, информат. Бірінші бұл, екіншіден. Ағай, ассалаумағалейкум. Окей, ағай бір қарап жіберіңізші. Ағай, Нұрислам, саған жауап бердім ғой. Окей. 90 жинасаң, саған, 90 емес, 100 жина. 89-ның өзі саған күш шанс бар, Нұрислам. Саған жауап бердім. Окей. Вот, Нұрислам өте ақылды. Жекеге шығып сұрақ сұрап отыр ғой, жекеге шығып. Молодец. Оны қалай жасады Нұрислам? Жекеге шығып сұрағандар бар. Именно зумда. Молодец, ақылды жігіт. Вот осылай айтишник жігіттер ғой, айтишник. Біледі. Ана общий чатта емес, жекеге шығып жатыр. Молодец. Рауан, 75 алдым, ауыл квотасы көп балалы Қарағанды грантқа. Таңдау пәні не? Назерке, 106 балл, медицина ауылдық квота толық өтпес отбасы. Болуы мүмкін, Назерке, күш шанс. Наргиза, философия және этика мамандығына 60 балл, екен шекті балл. Мен 60 жинадым. Жаным, ол 60 деген балл, ол университеттің шекті баллы. Ал жалпы философия этикаға ол жоғары балл негізінде. Грантқа қарау керек, жеке қарау керек. Окей? Ағай, 118 балл, хим, био, СДО шанс бар ма? Квота алтын жоқ, алтын белгі бар. Ағай, қараңызшы. Пользователь Zoom. Саған сүйінші деп айтайын ба? Не деп айтайын? Мадина, дұрышты аңы 97 балл көп балалы квота ғана бар. Алматы Астана шанс бар ма? Алматы Астана шанс аздау, сразу айтайын. Басқа қалаға бар. Толғанай, сәлеметсіз бе? Таңдау пәнім әдебиеттің 112 балл квотасыз Қарағанды қаласынан қайда түсе аламын? Так, мынау не болып кетті? Окей. Әдебиет тіл 112 балл квотасы Қарағанды қаласынан қайда түсе аламын? Толғанай, 5 квота кеңес беремін. Еркін, Ерлан, 117 балл информат, математика пәні мұғалімі. Жаным күнім айым, Ерлан, сен қызықсың. Информат не, мат пәні мұғалімі не? Пожалуйста, ондай сұрақтар бұндай сұрамаңдаршы. Жаным, информат басқа, физмат басқа ғой. Ерлан, ондай сұрақ болмайды. Гүлшат, 77 балл информат. Гүлшат, информатқа грант шанс бар. Вот, грант шанс бар дегендерім, сіздер уже или командаға жаздыңыз, и менің жеке консультацияма 5 орынға. Жоқ, қанша орын қалды деді маған? 2 орын қойды. 2 орын қалды. Маған 2 орын қалды, командаға 8 орын қалды. Болды, команда бітіп жатыр. Қазір уже 10 минут қалды, жабамыз. 10 минут үлгерсеңіз үлгердіңіз. Уже команда шаршады. Олардың бала шағасы бар, үйіне қайту керек деп алады. 6 орын қалды, 6 орын қалды уже. Вот осылай кішкене әрекет жасағанды жақсы көремін. Яғни былай дейін, ренжімеңіздер. Көбісі сұрайды, ағай тегін айта салсаңшы. Былай да тегін айта салу, итак инстаграм айтып жатырмыз, бұл біріншіден. Екіншіден, мен уақытымды алып жатсың, шын айтты, вақтымды алып жатсыздар. Енді любой бір еңбек бағалану керек қой да. Үшіншіден, осы білімді біз қанша жыл оқыдық, үйрендік, ақша төледік. Пожалуйста, енді еңбек бағаласаңдаршы. Гүлшат, неге жаза қойыңызшы WhatsApp-қа. Омарбек ағайдан деңіз, сізге ана 2 орынды түсіндіріп береді. Жақсы ма? Биомат ауыл квотасы бар, 100 қанша балл дедің? 103 балл жинадым, грантқа бармын экономика маркетингке. Ауыл квотасына болу керек, бірақ бүкіл салаға ауыл квотасы жоқ бұл салада. Бірақ биоматқа грант бар жалпы грант бар. iPhone. Айгүл, ағай, гео ағылшын туризмге 114 шанс бар ма? Туризмге шанс рискованный, бірақ бар. Жалпы туризмге бар. Окей? Именно нархозға Айгүл қарау керек. Квота бар ма жоқ па білмеймін. Көрем қазір. Ассалаумағалейкум ағай, 99 балл діжіті құқық мамандығы бойынша. Жалпы діжіті құқыққа 99 аздау. Бек болады. Квотаң болса білмеймін енді. Жайдар, сәлеметсіз бе? Таңдау пәнім гео діжіті 62 балл.
Алып қалдым. Массауаттылық 3 балл. Ауылдық квота бар, грантқа салам ба? Қарау керек, қалай керек. Жеке консультация қалай өтеді? Жеке отырып сөйлесеміз, сенің бүкіл анализін тексеретін боламыз. Окей? Үйдегілер звондап жатыр. Тамақ пісті кел дейді. Ә, бізде кешкі тамақ болды ғой енді. Сіз қарап отырмын, жеп бастыр, тамақ ас болсын. Біраз тамақ жеп бастыр, біз тамақ жатқан жоқпыз әлі. Біз осы сізге пайдалы болайық деп жатырмыз. Так, дальше. Әсем, сәлематсыз ба? Химбио 99. Петке шанс бар ма? Ауыл квотасы, алтын белгі. Шанс бар. Шанс бар. Әсем Мұсыратбек. Именно Алматы Астанаға көру керек квоталарында жалпыға бар. Окей? 117 балл информат мұғалімдік шанс бар ма? Шанс бар. Шанс бар. Шанс бар дегендерім, или маған, или командаға жазылсаңыз болады, окей? Демек, просто оларды дұрыстау, төрттен дұрыстау керек енді. Yani қателеспеңдер, шанс бар дедім, қателеспеңдер. Значит, мен эксперт ретінде бар дедім, значит бар. Окей? 113 балл digital angle, екі шет тілі. Әгерке, екі шет тіліге жалпы грант бар, бірақ неге Алматыға қарау керек? Так, Әгерке саған жауап бердім. Ләззат, Ақтау қаласынан 70 ағылшын тілді грант бар ма? Мұғалім. Ләззат, 73 балмен жалпы екі шет тілі мұғалім бола алмайды. Мәселе ақшам керек емес. Шекті балл жоқ. Қараңыз, әріптестер, мен бұл жерде сендерге ең дұрыс ақпарат беріп жатырмын. Окей? Именно просто бұл жерде Ләззат, сенің 73 балмен басқа салаға грант бар ма? Ақтау грантын қарау керек. 2000 грант бөлінген, соны қарау керек. Или екінші жұп тапсырмаған болсаң, хотя бы 75 алсаң, саған осы шанса пайда болады. Шекті балл мені қоймай, мемлекет қояды оны. Жақсы ма? Топқа жаза қойыңыз. Бағанағы 878, 351, 5658 деген команда қос деңіз, команда қос береді. 5 минуттан кейін жабам. 5 минуттан кейін эфир жабам. Так, команда қанша орын қалды? 2 орын команда қалды. Омарбекке жеке консультациясында бір-ақ орын қалды. Просто біз не үшін қойып жатыр, мен бүгін енді кішкене сол вақытымды реттеп жатырмын өзімдің. Біраз көп адам жазып кетті. Соған байланысты 1-2 орын ашайық, сіздерге көмегіңіз болсын деген ниетпен жасап жатырмыз. Атақ сұрақтарына жауап беріп жатырмын, көрдіңіз ғой да? Тамыз ұбыт тапсырса, тек қана ақылыға шанс бар. Так, Ерлан, 117 балл информат бар, грант деп айттым. Так, басқа қай жаққа? Бекболат, 99 саған жауап бердім. Ескендір, 66 балл филологияға. Әдебиетке болмайды, айналайын, окей? Өйткені ол жаққа 70 керек. Филологияның өзінің шансы өте аз, Ескендір. Так, Нұрс, сені көрейін. 67 балл Астана Казату. Мамандыңды айтсай, жаным оу. Нұрс. Электрик энергиясы физматта шанс бар. Шанс бар, енді 4 таңдыр сау керексің әдемілеп. Нұрс. Неге? WhatsApp-қа жаз. Шанс бар дегендері WhatsApp-қа жазсын. Орын алып қалсын, ертең ренжімеңдер. Қараңыз, менің орным толды. Апрель майда. Просто 5 орын аштым, да? Оның уже соңғы біреуі қалды деді. Гео ағылшын туризмге нархозға шанс. Айгүл бар. Рискованно, бірақ бар, күшті бар. Мадина. Дұрышты аңғыл 97 балл. Жеке қарау керек, жаным оу. Қазір мен сізге айта алмаймын.
шанс аздау дегендер отырып басқа шалар қарау керек. Мен өткенде мысалы 97 дедім ғой да, 76 аудармаға грант таптым деген, былай қарасаң не ол? Оның жағдайларын ескердім. Окей? Так, соңғы 1 минут қалды, шығады екенбіз. Ескертіп жатыр маған. Бүгінгі кішкене шаршадық енді. Қазаннан бері қаншама кездесулер бар, біраз дүниелер жасадық. Шүкір пайдалы болды деген үміттемін. Ағай, кітабыңыз алды, рахмет. Рахмет сіздерге де, сенгеніңізге. Кітабым и так та осы 11 сыныптарға арналған кітабым бар. Сол кітаптан біраз дүние көрсеңіз болады, айтпақшы. Кітабым қайда, қасында жоқ та. Каспийде бар. Кітап ала дейтіндер болса, Каспийде 4900 теңге. Біраз дүниелер айттым сол жерде. Сол жерден ақ сіздерге біраз дүниені көрсеңіз болады. Окей? Ағай, 112 MC 2 балл. Болмайды. MC 2 балл болса ешқандай пайда жоқ. 112 не істейін? MC құртып жатыр сені. 112 балл, өкінішке орай. Ағай, шекті балл ала алмақ не істейміз? Шекті балл алмағандарға бүгін әдемі сабақ түсірдім. Окей, шекті балл алмағандарға оқуға түсудің 7-8 жолын айттым. Бір тыңдап көріңіздер. 15 минут уақытыңызды бөліңіздер. 15 минут уақытыңызды бөліңіздер. Сол сабақты кеңес беремін. Міне, кітабым. Көріне ме, кітап көрінбей ме? Міне, кітабым көріне ме, көрінбей ме? Так. Міне кітабым. Көріне ме кітабым? Міне осы кітап қой, мамандықтар гайды. Әр мамандықтың сипаттамасы, кім болып жұмыс істейді, қай жерде жұмыс істейді, окей? Қанша балл керек, айлығы не, қанша грант бар, барлығы көрсетілген. Бағасы 4900 теңге, окей? Бұл кітап сіздің тікелей 11 сынып, 10 сынып бүкіл ата-анаға алса болады. Тіпті мектеп мұғалімдері алса болады. Бүкіл мектебіңізге алып қойыңыздар осыны. Кеңес беремін, өкінбейсіздер. Окей? Міне. Так. Шекті балл алмағандар тағы қайталап айтайын. Арнайы сабақ түсірдім. Окей? Сол 8778 351 2658-ге бағана матсабақтың 2 балл алған, 43-49 алғандар барлығы жазсын. Бір 15 минут уақытыңыз бөліңіздер. Сол видеоны көріңіздер едім. Өте тамаша. Мүмкіндіктер айтып кеттім. Тіпті шекті балл алмағандарға грантқа түсетін жағдай айтып кеттім. Соны қарап көріңіздер, өкінбейсіздер. Все, біз эфирді аяқтайтын екенбіз. Шығу керек біз әріптестер. Барлықтарыңызды құшақтадым. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Почти 1,5 сағат отырыппын. Маған менде энергиям бітіп қалды. Шай тамақ ішу керекпін. Бұйырса балаларыңыз грантқа түсіп кетсін. Әлі сұрақтарыңыз 8778 351 5658 Рауан. Соған жаза ғой. 8778 351 5658. Гүлмира, көре алмасам ренжімеңіз. Барынша жауап бердім деп ойлаймын, шын айтайын. 1,5 сағат бойы барынша жауап бердім. Егер көрмесем, кешірім өтінемін, ренжімеңіздер. Дайректке жазсаңыз болады. WhatsApp-қа жазсаңыз болады. Енді WhatsApp-та сұрақтарыңыз бәріне менеджер жауап бере алмайды, сразу айтайын. Оған тек қана менеджер менің жеке консультацияма қатысты сұрақтар беруі мүмкін. Мына балмен грантқа түсем ба, түспеймін ба, ол жұмыс емес. Ол вообще түсінбейді. Ол профориентолог емес ол. Хабарыңыз болсын, оған сұрамай ақ қойыңыздар. Ол тек қана сізге менің кездесулерімді жоспарлап береді. Эксперттер бөлек. Эксперттермен кездесу ақылы. Менің командама бір соңғы орын қалды, үлгеріңіздер. Бірақ орын қалды. 30 000 теңге. Командамен жеке консалт өткізу, окей? Олармен отырып жарты сағат, 1 сағат отырып сөйлесу, 4 таңдау жасау, грант түрлерін білу, қандай құжат керек екенін білу, барлығын сізге айтып береді егжей-тегжеймен. Зато миыңыз тыныш болады. Уайым қайғы болмайды. Ұйықтайсыз, тыныш ұйықтайсыз. Басқа не керек тыныш ұйықтаудан басқа? Осымен бүгін эфиріміз аяқталды. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Грант сізге бұйырсын. Егер кіре алмағандар болса, тағы да біз осы эфирді жасауға тырысамыз. Аман сау болыңыздар. Көріскенше.